Адамзат өмірінде мәңгі жасайтын өнердің бірі әдебиет. Ол ең алдымен адамның жанын, тәнін, түйсігін, құштарлығын суреттейді. Біздің қазақ әдебиетімізде өзгеше бір түйсік таныммен, дүние таныммен, зергерлік сырымен, зердерлік құпиясымен терең үңілген өнер иесінің бірі Аппаз Қарашевті. Сайын дала сардар атты бұл триллерінде қаламгер талғамындағы бояулармен салынған, өз қабылдауындағы таным тарасында салмақтарына алынған, өз қалауынша ұсынған ауыл тірлігінің мүлтіксіз көрінісін суреттейтін қияндағы жалғыз үй атты пьесасын баяндаймыз. Müşkin sayındır dayla, dost gelir ay, yelim ay, yelim ay. Balamay, Osman быйыл ерте қайтты. Қыркүйектің басында. Құстарды айтасыз әке, мына тіпті адамдарда бүкіл ауыл қопарып көшіп бара жатқан жоқ. Бұлар бірден емес сезетіндей. Құмырсқа кеш құмырсқаның өзі де қалың жаңбырдан паналау үшін билеуіне талып жатқан жоқ па? Сонда адамдар мынау айдалада комедиінде. Балам үйдеп айтма. Бұл комедия емес. Бұл бабаларымыздан қалған, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан, бабалардың құтты қоныс қайырлы жер емес пе? Сонша неге жүдеп кеткенсің жаныма, бір жерің ауырама өзі? Өзегіме от түскендей, жанымды бір алау алғандай. Көтек, өзегіме от түсті деген не сұмдық ол? Өзім де білмеймін. Ана, десем, сізге біреуден алып берейінші. Айта ғой. Сүй жан сәулем, тағы да, сүй тағы да. Жылы, тәтті ұл таратып жаныма. Бұл ләззаттың бір минутын бермеймін. Патша да бүкіл дүние малына. Сәуле, тағы не болды? Бұрынғы күйме? Иә, бірақ бұл қазіргі заманның ағысы.